Қымбатты қазақ елі, қазақ жұрты, біз бүгін мынау палау, енді палау өзбектердің асханасы болғанменен біздің қазақтың асханасының мәзіріне кірдік әзір. Кез келген жиын, той, ас, ауқат, үлкен ас берсе де осы палауды жасайды. Осы палауды қалай дәмді, қалай әдемі қылып жасау керек екенін мен сіздерге қазір мынау шеф-повар Райгүл досымның рецептімен көрсеткелі отырмын. Мен бірінші осылай сәбізді жақсылап турайсыздар. Сәбізден соң міне пияз туралды. Міне пияз екеуін міне шетке қоямыз. Анау қазанда тұрған күріш. Мысалға, 1 кило күріш болса, 1 кило күрішке 1 кило сәбіз міндетті түрде болу керек. Ол өте керемет дәмді болып шығу үшін міне күрішті осылай, енді ауылды жер болса, колонканың астына, қалада болса, мынандай міне осы жерге қойып, мынау әппақ болып тұрған бұл күріш, ақталған күріш. Осы ақталған күріштің әппағын осылай сумен ағызып, қашан тапты да күріштің өзі онша шаю керек. Көп адамдар бір шаятта палау жасай береді, ол дәмсіз болады. Өйткені мынау ақталған күріш, ол адамның, мынаны ағыз жібермесеңіздер, әппақ суды, ол адамның ағзасына зиян. Түсіндіңіздер ғой, міне, сондықтан осылай жасайсыздар. Ендігі кезек міне пиязды саласыздар, майды қалаған мөлшерлеріңізше құясыздар. Еттің майлылығына да қарау керек бұл кезде. Мысалға, көп адамдар майлын жиямауы мүмкін. Енді май көбірек болғаны дұрыс. Өйткені күріш майды көп өзіне қарай тартып бойына сіңіріп ақ қояды. Міне жақсылап пиязды осылай какбірменен аударып, осылай жасап, пиязды бүйтіп какбірмен сындырып көресіздер. Өзі былқ етіп кесілген кезде пияз дайын болады. Міне осы пиязды әбден қуырып, әдемілеп, кәдімгі иісі аңқып, бір керемет болады. Соға дейін жақсылап тұрып, араластырып, қурастырып. Бір жерде тұрғызып қойға болмайды, өйткені астынан күйеді. Мынау күйгеннен кейін ол ертең күйіктің дәмі болады, ол болмайды. Сондықтан осылай қозғап тұрасыздар. Міне ендігі кезекте қазір міне бірінші қазыны салдық. Міне қазы әбден майды сіңіріп алу керек. Міне әсіресе қабырға, омыртқа осындай жерлерді салу керек. Енді біз бір семьяға ғана жасап жатқаннан кейін аса бір көп ет саламайсыз, өйткені қазаннан шығып кетуі мүмкін. Біз шақтап бәрін өлшеп салып отырмыз. Міне осылай салып болғаннан кейін және қайтадан қозғайсыздар. Бір орнына тұрғызып қоюға болмайды, өйткені қазір еттің бір шеті күйуі мүмкін. Осылай әбден қозғап, етпенен қазыны осылай жасайсыздар. Қазыны салып отқан себебіміз, қазының сондай нәрі, сондай тәттілігі, дәмділігі осы палауға шығады. Дәл осы жерде осы қуырып араластырып жатқан кезде екі бас өздеріңіздің қалауларыңызға қарай шешінок салсаңдар болады. Тур осы жерге шешінокты саласыздар. Міне. Сонан арғырай міне мынау сәбіз келеді. Міне сәбізді кәдімгі бұрқыратып тұрып, иісін аңқып тұрып, етке қосып, осы жерде қорастар. Міне қазір көрсеттім сіздерге. Біреулер бірінші сәбізден бұрын, сәбіз еттен бұрын салып қояды. Ол дұрыс емес. Міне алдарыңызда көрсетіп өттім, сондай болады. Сосын мынандай үстін салапанменен жабастар. Міне мынау арнайы қайтала көрсетіп отырмын. Міне мынау дайын болған кездегі палау. Палауды екі түрлі қылып береміз. Мынау біріншісі өттік, мынау екіншісі. Міне үстіне мынау көк шөптерді қойып, міндетті түрде үстіне мынау петрушка, үстіне укроп, міне соның кейін көк пияз. Көк пиязды турап айландырып осылай қоясыздар. Міне қандай керемет. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, астарыңыз дәмді болсын. Қазақ елі аман сау болсын.